Армысыздар, бауырлас елмен байланыстың жаңа белесі туралы мақаламен басталған Егемен Қазақстан газетінің 28 қарашадағы саны тұңғыш президенттің бірқатар кездесулерімен жалғасты. Басты басқосулар, маңызды мәслихаттар, түрлі түйткілді шешімдер туралы ақпараттарды саясат бетінен оқыңыздар. 1 желтоқсан тұңғыш президент күні екені белгілі. Осыған орай елбасы жайлы тарихи танымдық мақалалармен ел және елбасы бетінен оқып танысуға болады. Ел ішіндегі елеулі жаңалықтар мен экономикадағы салмақты сараптамалар да газеттің бүгінгі санында. Зерде бетінде тұлға айдарымен берілген Кекілбаев кемеңгер атты мақалада Смағұл Елубай Әбіш әлеміне саяхат жасап, Кекілбаевтың қазақ әдебиетіне қосқан үлесі туралы және айтылмай жүрген қырлары жөнінде сыр шертеді. Қоғам, спорт, руханиятқа байланысты осы және өзге де мақалаларды оқыңыз келсе, Егемен Қазақстан газетінің 28 қарашадағы санын немесе egemen.kz сайтын қарай жүріңіздер.